Сәлем достар, мен есімім Сабыржан. Әдеттегідей екінші біздің блогымыз. Бүгінгі біздің блогымызда мақсат туралы, өз мақсатына кімдер жетеді, сол туралы айтатын боламыз. Өз мақсатына мақсат қоя білген, нақты жоспар жаза білген адамдар ғана өз мақсатына жетеді. Нақты мақсат қою барысында, мысалы, екі кеме көлге жүзсе, біреуінде мақсаты бар, қай жерге баратыны бар, компасы бар, және картасы бар. Оның нақты белгіленген орнына баратын жері бар. Олар жолдарда әр жаққа оңға солға бұрылмай, тіке өзінің мақсатына қарай жетеді. Мысалы, екінші кемені алатын болсақ, ода мақсат жазылмаған, компасы жоқ, қолында картасы жоқ, олар теңізде айланып жүре береді. Сондықтан да, достар, өз мақсатымызды ерінбей, жалқаулығымызды жеңіп жазуға кірсек, көрдіңіздер ме, самолет өзінің төбеге ұшып, Астанаға немесе Алматыға барам деп айланып тұрған, олар нақты мақсаты болады. Қазіргі өз Шымкент қаласынан ұшатын болса, Астанаға ұшып барамын деген нақты мақсат қояды. Мақсатына тек қана нақты мақсат қойған адамдар ғана жетеді. Мақсатты кейде біз өз ойымызға алып аламыз, өзіміздің ойымызда болады, біздің мақсаттарымыз, олар қағазға түспегенше, олар тек қана қиял болып, арман болып қалады. Тек сіздердің өздеріңіздің бір машина аламын, немесе ақша жинаймын деген алдағы бір мақсаттарыңыз болса, оны сіздер үлкен мақсатты жіліктеп бөліп, қанша ақша жинағыңыз келеді. Мысалға, 1 миллион ақша жинағыңыз келетін болса, оны айына қаншадан салып отырасыз, және депозит ашасыз ба, оны нақты қағазға жазып, сол мақсаттарыңызды өзіңіздің көзіңізге, көрінетін жеріңізге, үйіңізге іліп қойыңыз. Сол кезде сіздің мақсатыңыз көз алдыңызда тұрғаннан кейін, ұйқыңыздан азанда оянғаннан кейін, сол мақсатты көргеннен кейін, сіздің азанғы көңіл күйіңіздің барлығы сол мақсатты орындауға кірісетін болады. Көп адамдарды білемін, бизнес ашамын, немесе машина аламын деген мақсаттары бар, бірақ ол машинасы қандай машина екенін өз қағазға түспеген, ол қандай машина алатынын өзі де білмейді, тек қана қиялында ғана бар. Toyota 70 аламын деген, ол 70-ті қалай алады, қанша ақша жинау керек, қанша ақшаны қанша уақытта жинау керек екен, сол туралы еш жерге жазбаған, ол жай ғана басында қиял болып қалады. Сондықтан достар, мақсаттарымызды қағазға жазамыз, және де соны орындауға тырысамыз. Ләж болса үйімізге, өзіміздің комнатамызға іліп қоямыз. Мен мысалға, менің мақсаттарым үйде тақтам бар, менің өзімнің тақтама жазамын. Мен күнделікті айлық мақсаттарым бар, кәдімгі 1 жылдық мақсаттарым бар, және жоспарларымды күнделікті соған мақсатыма жеткізетін жоспарлар жазамын. Сіздерді де мақсат жоспар жазуға шақырамын. Видео ұнаса лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Алдағы уақытта қандай тақырыптарда блогтар түсіретін туралы комментарийға жазып кетеміз, достар. Сіздермен болған мен, Сабыржан. Келесі блогта кездескенше.